Ілгері заманда отырар шаһарында бір саудагер болыпты. Оның 3 қызы бар екен. Күндердің күнінде саудагер алыс елдерге сауда жасауға аттанбақ болады. 3 қызын шақырып, «Ал шырақтарым, мен алысқа сапар шеккелі отырмын. Сендерге не сыйлық әкелейін, қалауларыңды айтыңдар» дейді. «Әке, маған бір тізбек ең асыл маржан әкеліңіз» дейді үлкені. «Ал маған» дейді ортаншысы, «көйлектің ең әдемі жібектен әкеліңіз» дейді. 2 қызын айтқан тыңдаған саудагер сүйікті кенже қызынан, «Ал саған қандай сыйлық әкелейін» деп сұрайды. «Жан әке, егер сіз аман сау оралсаңыз, содан асқан сыйлық болмас. Ал егер сыйлықты атау қажет болса, онда қай елде болсаңыз да пісірген наныңыздың күлін тастамай жинап әкеліп беріңіз» дейді ол. Саудагер қызының тілегіне таңданғанмен қарсы сөз айтпады. Әл ерді аралап саудагер ұзақ жүреді. Қайтадан мезгіл таянғанда қыздарының тілектерін орындап бағалы сыйлықтарын алады да елге қайтуды жөн санайды. Үйде қыздары оны асыға күтіп отырады. Үйге аман есен оралған әкесі 2 қызын бағалы сыйлықтарын беріп, кенже қызының гүл салған дорбаны ұстатып тұрып, «Қызым, мен сенің тілегіңді орындадым, бірақ осындай сыйлық әкелемін деп өзім ұялып тұрмын» дейді. Қызы үндемей дорбаны алып, аузын ашып қояды да сүйікті итін шақырады. Ит күлді ескиді, мұрнын шүкірейтіп теріс қарайды. Иттің әрекетін көрген қыз әкесіне, «Жан әке, жат елде біреу сіздің нанмен уландырмақ болып, нан пісіретін отқа у тастаған екен. Егер осы у деген денеңізге тарағанда ауырып қалар едіңіз, қайтыс болуыңыз да мүмкін еді. Ал сіз денеңіз сау аман оралдыңыз. Осы маған ең асыл бағалы сый» дейді. Саудагер бұдан соң кенже қызын бұрынғысынан да ерекше жақсы көріпті.